Жақсы. Олай болса, бүгін біз сіздермен бірге 1 және 10 сандар аралығындағы амалдарды орындаймыз. Яғни қосу және азайту. Бірақ біз оларға ұлттық құндылықтар, яғни асық, ою-өрнек, қазақы нақыштағы заттармен есептерді орындайтын боламыз. Қане, партаға қолымызды қояйық. Жақсы, онда біз осы кезге дейін өткен 1 және 10 сан аралығындағы сандармен тағы да бір мәрте қайталаймыз, құрамымен танысамыз, сосын тапсырмаларға көшеміз. Жақсы ма? Қараңдар, енді қазір мен сендерге мынадай суреттерді таратып берем, Осы суреттер бойынша соған сәйкес мына тапсырманы орындаймыз, Мысалға, саған Кәусар және Нұрасыл. Қане, қолдарында қаламдарыңды ашып тапсырма орындаңдар. Мысалға, осы асықтардың реттілігімен шеңберлерді не істейміз? Қосамыз. Жақсы. Тапсырма түсінікті болса, орындай қойыңдар. Абдурахим, бірінші жасыл, жасылдан аламыз. Жасыл. Бір, екі, үш. Барлығы неше болып айта қой. Жарайсың. 4 деген қоржынға барып сала қой асығыңды. Мына жерде жануарлар бар. Қай жақта жануар көп? Айта қой. Жоқ, мына жақта 2, мына жақта 1. Қай жағы көп? Артық. Мына жақта артық. 8 санның ортасында 7. Жарайсың, сенгенде ал. Олай болса, бүгінгі тақырыбымызға сай дәптермен жұмыс жасайық. Жақсы ма? Шаршаған саусақтарымызға жаттығу жасайық, Қолға луға асықты, 10 саусағым асықты. Алшы, тәйкі және бүк, қане досым, қызық ойын болсын. Жарайсың. Абдурахим, сабақ ұнады ма? Жақсы, сау болыңыз. Бүгінгі сабақ саған ұнады ма? Біздер 1 және 10 сан аралығындағы сандармен не істедік? Есептер шығардық, есептерді үйрендік. Кәусар, бүгін біз сабақта не жасадық? Қосу, азайту, есептер шығарды. Сабақ ұнады ма? Жақсы, жарайсың.